Қарға тамырлы қазақ қай заманда болсын батырдан кенде болмаған. Аз оңайға білеген небір хандардың өзі батырлардың сөзін тыңдап, кеңесіне құлақ асқан. Сондай қаһармандардың бірі де бірегейі Қаракерей Қабанбай батыр. Жоңғар мен Қарақытайдың есін шығарып тарқырата қуған оның сұсты бейнесі сыртқы жауларымызға үрейдің символындай көрінетін. Оның өзге батырлардан ерекшелігі тек дене қайратының күштілігінде емес, сол денесіндегі қалың қылдай түктер еді. Ол жастайынан өмірдің ащы дәмін татып өсті. 1702 жылы барлықтағы алғашқы шайқаста әкесі Қожағұл батыр аз адаммен қоршауда қалып қойып, ақыры ауыр жарақаттан о дүниелік болады. Бұл кезде Қабанбай 11-ге жаңадан толған еді. Даңқты батыр Қожағұл өмірден өткеннен кейін ел арасында бірлік кетіп, оны көріп отырған ойраттар ел жұрт аманда тапа-тал түсте қазақ ауылдарын емін-еркін тонап, білгендерін істеуді шығарды. Бірлігі кеткен ауылдарды ойрандап, пәк қыздарын күң, бек ұлдарын құл етуге көшті. Олар сонымен қоймай кезекті жорықта Қабанбайдың ағасы Есенбайды аяусыз қорлап өлтірді. Бұл жас жігіт үшін орны толмас қасіретке айналды. Әкесі өлгеннен кейін жалғыз сүйеніші болған Есенбайдың қорлықпен өлтірілуі Қабанбайдың жүрегіне қан қатырды. Ағасының кегін алмақ болған ол жаудың ортасына жалғыз барып, ағасын өлтірген қалмақты іздеп жүріп тауып алып, басын кесіп тастайды. Бұл тек бастамасы ғана болатын. Оның бұл жүрек жұртқан ерлікке толы сапары ел ішінде аңыз болып тарап, ол бірте-бірте қалмақтарға да жетеді. Енді кіп-кішкентай Қабанбайдың даңқы қалмақтарға қорқынышты болып көріне бастайды. Оның ерлікке толы ғұмыры осылай басталған еді. Қалың керейлердің арасында тұрып хан бибіге үйленеді. Қабанбайдың даңққа толы жұлдызды шағы жоңғарларға қарсы бүкіл қазақ халқының азаттық қозғалысы кезінде анық көрінді. Жастайынан қалмақ десе, қаны басына шабатын батыр Ақтабан шұбырынды, Алқакөл Сұлама жылдары жоңғарлармен аяусыз күреске түсті. 1926 жылы Бұланты шайқасына, 1930 жылы Аңырақай Алакөл шайқасына, кейін Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, Абылай ханның ең сенімді батырларының біріне айналады. Қанды жорықтардың бірінде ерекше дараланып жауға шапқанда бұл ісіне сүйсінген Абылай хан оны Дара босым деп атайды. Бұл 1741 жылы Шыңғыстаудағы Шаған шайқасы болса керек. Жеңісті жорықтар одан әрі жалғасып, 1751 жылы Ұлы жүздің жасағын өзіне қосып алған екі түмен қазақ әскері сыр бойы Шымкент, Сайрам, Ташкент қалаларын жоңғарлардан тазартып, Ташкент қаласында Төле бидің билікке келуіне жәрдемдеседі. Сонымен қатар Шыршық аймағында Жоңғария жеріне құлдыққа айналып бара жатқан бірнеше мың қарақалпақты аман-есен құтқарып қалады. Бұл кезде хандық іші алатайдай бөлініп, 300-дің екі жақсылары өз-өзімен қырқысып, үлкен хан тағына таласа бастайды. Ресей болса жергілікті сұлтандардың қолтығына су бүркіп, оларды Әбілқайыр ханға қарсы қойып, осы арқылы кіші жүз жерінде хандық биліктің жойылуын тездетпек болады. Бұл ойын Әбілқайырдың өлімімен аяқталады. Қанды оқиғадан кейін Қабанбай Барақ сұлтанды ханның өлімі үшін кінәлап, жоңғарлармен ауыз жаласуға ұмтылуын сынға алады. Бұл да Қабанбайдың саяси сипатын көрсетті. Ол ешқашан өзге елдің бодандығын қабылдамаған адам. Оның таңдауы не өлім, не бостандық ұрандары секілді естіледі. Оның ел ішінде абыройының өскендігі сондай, 300-дің ханы онымен санасуға, ақылына құлақ асуға мәжбүр болды. Бұл ел басына күн туған сәтте ер етегімен су кешкен қысылтаяң шақ ердің майданда шыңдалатын сәт еді. Бас-басына би болған төре тұқымдарының әруағы қашып, елдің ауыр жүгі қарадан шығып хандыққа көтерілген батырлар мен билерге артылған дәуір болатын. Міне, дәл осы кезде Абылай хан бастаған қазақ батырларының алтын ғасыры туды. Олардың ерліктерін әйгілі жаулар жырға қосып, нағыз ертегі қылып айтты. Бұл тірі аңыздар болатын. Олардың көш басында туыстаушы Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбайлар тұрды. 1750 жылдан кейін қазақ даласын, әсіресе оңтүстік аудандардағы қалалы аймақтарды жоңғарлардан азат ету майданы басталды. Бұл ұзаққа созылған соғыстың соңғы эпизодтары болатын. Жоңғарлар өз ішінде ыдырап, одан қала берді Қытай тарапынан қатты теперіш көрді. Өз басымен өзі қайғы болған жоңғарлар қазақ даласында бекінген пункттерден бірте-бірте шегіне берді. Енді ол бекеттерді қорғайтын әскерлер отандарына, Жоңғарияға қайтуды армандай бастады. Жер-жерден бас көтерген қазақтың жау жүрек жігіттері жоңғар қосындарын талқандап кетіп жатты. Саны аз, бірақ орасан зор территорияға ие бола алмаған Шашыранды Қабанбай бастаған қол Іле, Балқаш, Қаратал өңірлерін жаудан тазартуға қатысты. Тарбағатай жеріне жеткен жасақтың бір бөлігін бастаған оның басшылығымен Қаракөл мен Нарынды, Үржар мен Қатынсуды, Алакөл мен Барлықты азат етіп, тегістік бағыттағы Бөгенбай әскеріне барып қосылды. Қазақ әскерлерінің жан шыдатпас соққыларынан тырқырап қашқан жоңғарлар Баспан Базар, Шоңға Маңырақ шайқастарында ойсырай жеңіліп,
Шығысымыздағы Зайсан Марқакөл күршім өңірлерін басса қолап қашады. Ертіс пен Зайсан Тарбағатайдың баурайын сонау Қасым хан дәуірінен бастап қоныстана бастаған ойрат тайпалары бұл араны өз әкесінен қалған мұрадай еркін тайраңдап, кешегі тәуекел мен Қақназар тұсында қазақтарға бағыныштылығын мойындағанымен жерден көше қоймаған. Тіпті Есім ханның кәрінен сескенбеген олар ертістен өтіп қазақ ауылдарын батысқа қарай ығыстыра бастаған. Міне, енді осы жерлер жаудан тазартылды. Ақыры 1758 жылы әлем картасынан Жоңғария деген мемлекет жойылып кетті. Кезінде жарты әлемді жауламақ болған ел енді Қытай империясының жай бір провинциясы болып қалды. Бұл оқиға бүкіл Азия құрлығына жаңалық болды. Азияның түріктектес хандықтарына Қытайдың жаулап алу қаупі туындады. Содан Ауғанстан жерінде билік құрып отырған Ахмад Шах Дурани арнайы елші салып, Абылай секілді жауынгер халықтың басшысымен Қарақытайға қарсы одаққа бірігуге ұмтылды. Бұл туралы келесі видеомызда толығырақ айтатын боламыз. Өз елінен қашқан жоңғар ханзадасы Әмір Сананы қорғаған қазақ билеушілері қаптаған Қытай армиясымен соғысуға мәжбүр болды. 100 мыңдаған қарақұртша қаптаған Қытайдың сансыз әскері қазақ даласына тақап келді. Қазақтың өлері мен әскері бірнеше рет тиіп қашып ұрыс салады. Алайда күш тең емес еді. Бүкіл өмірі қан майданда өткен қарт батыр өз ажалының жеткенін сезсе керек. Мен енді көп ұзамаймын. Әрі кетсе бір ай, немесе шөп буыны қата жолға түсетін шығармын. Тоқтының сыртында Сарыбел деген асу бар. Сүйегімді сонда апарып қойыңдар деп өсиет айтады. Бір қызығы батырдың ауыр науқасқа шалдыққанын, денесінде тілінбеген жарақат түспеген жер қалмағанын жақсы білетін қырғыздың Қарабек деген батыры, маған неғұрлым Қабанбайдың амандығы керек. Оның ауылының көзі тірісінде шаппасам, кегім қайтпайды деп лепіреді. Сөйткенше Қабанбайдың ауылы азан-қазан болып, қырғыздардың әскері батырды өлтірмекші деген дауысқа тұнып кетеді. Аяқ қолының сау жері жоқ қартық меңдеген Қабанбай бұл кезде төсек тартып жатса керек. Бірақ оның қаны басына шауып өзінің өлім халіне таяғанында ұмытып кетеді. Бір алласынан медет сұраған қарт батыр қырғыздың Қарабегіне қарай жүрді. Қолына сүңгіні қаусыра ұстаған күйі ат үстіне шіреніп отырған Қарабектің тура жүрек тұсына қадап аттан аударып тастайды. Бұл оның соңғы айқасы, соңғы жеңісі болатын. Шайқастан соң атақты батыр о дүниеге аттанды. Алтын құрсақты аналарымыз барда қазақта әлі талай батырлар дүниеге келеді. Осымен қазақ даласы өзінің ең даңқты батырынан айырылды. Батырды өз өсиеті бойынша жоңғар қақпасының сол жақ қапталындағы Сарыбелге жерледі. Белгі ретінде батырдың басына тас үйілді. Қабанбай батыр өмірінде 100 жекпе-жек өткізіп, оның бірде-біреуінде жеңіліс көрмеген. Осындай даңқты батырларымызға Американың ойдан шығарған Супермен, Спайдермен, Бэтмен, өрмекші адам, Америка капитаны, темір адам секілді жалған батырлары тең ме? Егер бар қазақ бабамыздың ерлікке толы ғұмырын білсін десеңіз, осы видеоны барлық әлеуметтік желілерге таратуға өз үлесіңізді қосыңыз. Бұл ісіңіз батыр баба алдындағы қасиетті борышыңыз болмақ. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға жазылып қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіз, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ, видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желіге таратып жіберіңіз. Мәтінді жазған Рысбек Рамазанұлы, оқыған Айдос Оразай, сіз үшін білген дұрыс.